кете салсаң? Мен не таңдайтынымды білмеймін. Проблемаң қиын болыпты сенің. Бізді бала күнімізден бастап алаңдататын сұрақ өскенде мен кім боламын? Бірақ бұл ең маңызды сұрақ емес. Ең маңызды сұрақ мен қандай адам боламын деген сұрақ. Ең бірінші сіздер жүрек қалауларыңызды тыңдап, мен қандай адам боламын деген сұраққа жауап іздеп көріңіздер. Осы сұрақтың төңірегінде ең бірінші мен нені қалаймын деген сұрақты қойыңыздар өздеріңізге. Одан кейін менің қолымнан не келеді және маған не керек? Осы үш сұрақтың төңірегінде ойлаңыздар. Қазір сіздердің алдарыңызда экранда біздің ғұлама тұлғаларымыз тұр. Осы ұлы тұлғалар өз мамандықтарын қалай таңдады деп ойлайсыздар? Яғни олар несімен құнды болды? Жүрек несімен жүр? Өздерін көптеген сфераларда көрген шығар. Өздеріне сүйене отырып таңдады. Менің ойымша олар сол заманның қоғамдағы түрлі қажеттіліктерге сүйенді. Ал әлемдік танымал тұлғалар ше? Суретте кімдерді көріп отырсыздар? Билл Гейтс, Илон Маск. Бұл үш кісіні әлемге танымал еткен қандай қасиеттері? Олар менеджмент қасиеттері, компаниялармен жұмыс істей білуі, Көшбасшылық, басқа адамдармен коммуникациялық, креативтілігі, ақша таба білу. Жақсы. Демек, бастысы осыған дейінгі біздің ұлы тұлғаларымыздың және әлемге танымал тұлғалардың барлығындағы ортақ қасиет олар миссияға жұмыс жасады. Демек, миссия оның өмірлік мақсаты. Сол мақсатқа жету үшін ол барлық алдына мықты жоспар құрды. Сол жоспарды жүзеге асыру үшін барлық оқыды, ізденді. Сіздерде алдағы уақытта өздеріңіздің дәл қазіргі қалап тұрған, таңдап тұрған мамандықтарыңыз бойынша үнемі ізденісте болу керек. Дәл қазіргі таңда сіздердің сол армандарыңызға нақты бір қадам, ол жақсы оқу, сол мақсатқа апаратын даңғыл жолдарыңыз болып есептелінеді. Қазіргі таңда мамандық таңдау бойынша жіберілетін қателіктер қандай? Біріншісі, беделді кәсіптердің жетегінде кету. Яғни сол мамандықтың қазіргі таңдағы танымалдығына басымдық беру мүмкін, немесе ата-анасы үшін мамандық таңдау. Кейбіріміз үйімізде отырған ата-анамыздың қалауын орындау үшін сол мамандыққа баруымыз мүмкін. Мамандық таңдауға ақпараттардың жеткіліксіздігі, нақты ақпараттардың өздерінен ізденбегендіктен және өзінің психологиялық ерекшеліктерін түсіне алмау. Бұл жерде деп отырғанымыз адамдардың қазір отырғанымыздың әрқайсымыздың жеке өзіміздің ерекше қасиеттеріміз бар, мықты тұстарымыз бар, соларды ескеруіміз қажет. Және басқалар не таңдаса соны таңдау. Менің досым неке осы мамандыққа, осы университетке бара жатыр екен, мен де соған барамын деген таңдау жасауға болмайды. Және грант көп берілетін мамандықтар. Осы мамандықта грант көп деп, сол мамандықты таңдай салуға болмайды. Және диплом алсам болды деген пікірден аулақ болуымыз керек. Енді мен де сіздер секілді бала күнде менің де өзімнің жүрек қалауым, арманым болған. Ол әрине менде мұғалім болып болған. Қазіргі таңда сіздердің алдарыңызда сол арманы орындалған адам ретінде сіздердің де болашақтағы қазір жүрек қалауларыңыздағы мамандықтың иесі болуларыңызға шын жүректен тілектестік білдіре отырып, қазір енді дәл қазір сіздердің дұрыс бағыт алуларыңыз менің қолымда. Ал сіздердің жақсы маман болып, Қазақстанды дамыту, ол Қазақстанның болашағын жарқын ету, ол сіздердің қолдарыңызда.